Шыңғырлауда ауданның құрметті азаматы Александр Пятинге арналған Рамзан Камзаевтың жүлдесі үшін бокстан қалааралық турнир ұйымдастырылды. Бабы мен баға келіскен былғары қолғап иелері шаршалаңның шаңын қақты. Бокс бәсекесіне өңір аудандары мен көршілес Ақтөбе облысынан барлығы 8 командада 80-нен астам жасөспірім қатысты. Сайдың тасында іріктелген жас спортшылар шеберліктерін шыңдап, кім мықтыны сарапқа салды. Осы жарысқа әрбір жақтан әрбір көп деген команда келді. Біз сол командалармен бірге қарсыласып, осы турнирді жақсы қылып ұйымдастырып жатырмыз. Мен осы жарыстың жеңімпазы болдым. Турнир жас ерекшелігіне сай 13 салмақ дәрежесі бойынша өтті. Қатысушылар жеңіс үшін барын салып бақты. Оралдағы боксшылар клубының намысын арқалап келдік. Нәтижеміз көңіл қуантады. 3 спортшымыз үздік атанды. Қалғандары да жүлдегерлікті. Балалар тыңғылықты дайындықпен келді. Осындай керемет мүмкіндік ұсынған ұйымдастырушыларға алғыс білдіреміз. Жарыс жеңімпазы атанған спортшыларға арнайы белбеу тағылды. Жүлдегерлер диплом, медальдармен марапатталды. Айта кетейік, спорт бәсекесі дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Евгения Потапова, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.